Бізде мына тастар көп, біздің таулар тастардан құралған. Бұрынғы ата-бабаларымыз тастарға әртүрлі суреттер салған. Тастардың өзі асыл тастар бар екен. Көрдің бе? Қымбатты тастар, асыл тастар деп аталады екен. Тастар судың астында тастар түрлі түсті болып келеді екен. Міне көріп тұрсың, тастардан бізде ескерткіштер де жасаған. Мен Қанатбек Алиман, бүгін тастарды зерттейміз. Ал енді тәжірибемізді бастайық. Осы бізге тас, тұз, ағаш, су көмекті. Осы бізге тас керек. Тас керек, тастала қой. Тастымызды суға салып көрейікші. Не істеді тас? Батты. Суға батып кетті. Ал енді ағашымызды көрейікші. Мынаған салып. Ағаш суға батты ма? Батпады. Неге? Ол Жеңіл, иә. Ал тасымыз қандай? Ауыр. Ал екінші, тұзбен тәжірибе жасап көрейік, иә. Ал тасымызды суға салайық. Тас еріді ма? Ерімеді, иә. Енді тұзымызды суға салайық. Көбірек ала қой. Суымызға саламыз. Енді араластырып көрші. Тұз не істеді суда? Еріп кетті, иә? Тасымыз суда еріген жоқ. Ал тұз болса не істеді? Тұзымыз суда еріді. Яғни тасымыз қатты болған соң, суда не істейді? Ерімейді. Енді келесі тәжірибеміз, балалар, тасымыз суды сіңіре ме, соны тексерейік. Мына тасты суға салшы. Тас су сіңірді ма? Жоқ. Енді мына құмға суды құйып көр. Не болады екен? Су не істеді? Сіңіп кетті. Айта қой, суымыз не істеді? Кетті, иә? Суымыз құмға сіңіп кетті. Амина, біз тастан көбелек жасап көрейік. Жасай аласың ба көбелек? Ал көрсетші кәні. Осылай жасаймыз, иә? Міне, мына жерде. Енді көбелектің несі бар тағы да? Қанаты бар, иә? Жоқ, бірінші мынаны қойайық. Мынаны қойайық. Не болды? Көбелек. Иә, тастардан балалар осындай көбелек жасауға болады екен. Мынаны қойайық. Енді